Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай ерекше қаттама нанның құрамымен таныстыратын боламын. Ол үшін бізге қайнаған су және күнбағыс майы, ұн, тұз керек. Ұнның, тұздың мөлшерлемелерін астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Суым ыстық болғандықтан мен силиконды қалақшаның көмегімен осылай елеп алдым ұнымды. Барынша елестер қолмен соңынан елеп, осылай бастырып 10-15 минутқа қойып қойдым. Оған дейін салмасын дайындай бердім. Жуаны кәдімгі. Осылай турап аласыздар да ұсақтап тұз, бұрыш саласыздар. Содан соң қамырымызды алып, осылай 4 бөлікке бөліп кесіп қойдым. Менің осылай, дәл осылай етіп, жұқалап тұрып жаясыздар. Оқтаудың көмегімен жұқалап барынша ұнды сала отырып, осылай жайып, және майымды осылай жағып алдым. Қолмен жақсаңыздар да болады. Силиконды щетканың көмегімен жағып, жиегіне дейін жеткізген жоқпын, көріп тұрсыздар. Ортасына таман осылай жуаны салып, шетінен бастап осылай ораған болатынмын. Осылай орайсыздар. Содан кейін оралған қамырды дәл осылай етіп орап, одан гармошка жасайсыздар, оны біріне-бірін орайсыздар қайтадан. Осылай қылып орап аласыздар. Әр оралған қамырды тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан біртіндеп ала отырып, дәл осылай қолдарымен басып, оқтауды қатты баспай, үстінен осылай ысатын боласыздар. Шамалы жуалар көрініп шыға бастайды. Көріп тұрғандарыңыздай осылай болу керек. Қамыры, несі барлығы. Оны жуалар осылай көрініп тұрса да бола береді. Өйткені бұл жуаннан бір жағынан қаттама деп аталады. Оған дейін тапамды қыздырып қойып, менде кәдімгі блинчик пісіретін тапа. Осыған салып, бетін жауып 4 минуттан, екі жағын 4 минуттан пісіріп алдым. Қазір мынау қызарады. Бетін жапқанымды салған жоқпын, бірақ бетін міндетті түрде жабасыздар. Екі жағы қызарып пісем дегенше. Дәл осындай жұп-жұқа, күшті, жұп-жұмсақ қатпарлы нан, қаттама нан сіздерде жасап көруге кеңес берем. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұда талай видеолар түсіретін боламын бұйырса.